Ал эми бүгүн бизде туулган күн, майрам. Бизди куттуктап атайын Казакстандан келген биздин бир туугандарды сиздердин кол чабыңыздар менен чакырып алалы. Байбол Биржан, Нарын Суйнтбеков жана продюсер Аслан Камысбай. Кол чабууларыбыз кана келиңиздер. Ассаламу алейкум. Биздин коноктор бүгүн куру кол эмес. Колунда толо белеги. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер. Ассаламу алейкум, куш келипсиздер. Эң сонун күнүңүз менен. Рахмат, чоң рахмат. Билектерди кабыл алып койлу. Чоң рахмат. Мына караңыздарчы. Биздин мейман достугубузду өзгөчө баалап, биздин туулган күнүбүздө эң сонун белектер менен келип отурган сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерди студиядан көргөнгүбүзгө кубанычтабыз. Жалпы бир кыргыз эли менен бир амандашып алыңыздарчы бул камераны карап туруп. Ассаламу алейкум, құрметті қырғыз елі. Ассаламу алейкум, қандас бауырларымыз, бір туғандарымыз. Бүгінгі Соның шоу бағдарламасының туған күні құтты болсын. Нарын? Жалпы қырғыз еліне салам жолдаймын. Туған күніңіздер менен. Эң сонун кубанычтабыз. Мына бүгүн биздин Соның шоу программасы өзүңүздөр билгендей 4 жашка чыгып атат. Анан кийин баягы тууган күндө чын да коргол келбейт деп бүгүнкү белектериңиз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүн бизде маектер көбүнчө дал ушул тууган күн тууралуу болуп атат. Анан айтып өтсөңүздөр баягы сиздерде Казакстанда дал ушундай телеканалдардын тууган күнү кандай майрамдалат? Аслан мырза. Бізде Қазақстанда бұндай туған күндер өте жоғары деңгейде өтеді. Сол қазақтың ырымымен құрғау келмесін деп сіздер гүлімізді алып, сарқытымызды алып, қазақтың ырымымен келдік бүгін туған күндеріңізді құттықтап. Байбол, бұл сіздің Қырғызстанға көп эле жол келишиңиз, канчанчы жол келип атасыз? Бір жыл. 4-ші жолы келіп атқаным. Биздин Соның шоу программасына канчанчы ирет конок болуп келип атасыз? Соның шоуға 2-ші рет. Бұл Қырғыз еліндегі алғашқы интервьюм осы Соның шоу бағдарламасына берілген болатын. Сондықтан ыстық көрінгеннен кейін осы бағдарлама сол. Продюсерім бар Аслан аға бәріміз құттықтап келейік деген ниетпен келдік сіздерге. Сол, құтты болсын. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде дагы бир жаңылык бар. Аслан мырзанын продюсерлик тобунда жаңы жигит, Нарын. Нарын, сиз менен таанышканыңызга кубанычтабыз. Негизи Нарындан сурагым келип атат да, Нарын, ушул туулган күндү сиз кандай белгилейсиз? Туулган күтөсүзбү өзүңүздүн туулган күнүңүздү? Чыдамсыздык менен же катардагы эле бир күн болуп кетеби? Мен туулган күндү күтөм, бирок буга чейин тос болуп турдум ушул. Бирок негизи күтөм. Эң сонун. Быйылчы. Буга чейин тос болуп турдум деп атпайсызбы? Демек быйыл жогорку деңгээлде тосом деп атасызбы? Быйыл продюсерим тосуп беребиз деп. Жакшы. Сиздерчи туулган күндөрүңүздөр кандай өтөт өзүңүздөрдүн? Мен туған күнім жалпы әр туған күнім әр қалада өтеді. Әр қалада. Мен өзім 1-2 күн туған күннен бұрын кетіп қаламын да, айтамын осы қаладамын деп. Достарым бәрі сол қалаға жиналады. Қырғызстаннан тостыңыз беле туған күніңізді? Биыл бірінші рет Қырғызстанда болатын шығар туған күнім. Мен Аслан мырзаға суроо бергим келип атат да, ушул Нарын жөнүндө айтып берсеңиз, Нарынды кандайча тандап алдыңыз? Бул сиздин Кыргызстандагы долбооруңуз экен ошондо, Иә. Нарын Суйнтбековті мен өзім Стамбул қаласымен, Алматы қаласының ортасында тұрамын. Сол Стамбул қаласында жүргенімде қырғыз жастарын интернеттен, ютубтан көп қарайтын. Бір күні Нарын Суйнтбековтің ырына құлақ асып қалдым, үніне. Содан арнайы Түркиядан келіп, ұсыныс жасап, Нарын Суйнтбековпен договор түзіп, Нарынды Түркияға алып кеткен. Біз Түркиядан келгенімізге бір апта болды. Ең сонун. Негизи эле ушул Биржанды бир эле Казакстанда эмес, бүгүнкү күндө көз тийбесин, Кыргызстанда да кеңири таанып калдык да. Жогоруда эле ушул Кыргыздын сыймыгы Саламат Садыкова, республикасынын эле Саламат Садыкова дагы Биржанга эң сонун бир кабыл тилектерин айтты да. Кудай буйрса Нарынды да ушул Казакстанда да кеңири таанып калышса керек, Мен өзім Кыргызстанга күйөө бала болгондон кийин, мына жалғыз болмайын деп бажағылайын деп алып тұрдым. Жогоруда айжеңелер ырынын саптарында айтылгандай, күйөө бала келди деп эшик ачтыңар деп атпайбы? Кыргыз баягы эли сизди ошентип тосуп аткан чыгар азыркы күндө күйөө бала деп. Аны баягы соц тармактардан көрүп эле жүрөбүз, бардык комментарийлерде күйөө бала деген. Анан кандай сезимдер болуп атат? Өтө керемет сезим, себеби айтыр еңбегimiz акталды. Сол ең бастысы, сол ниетimiz. Көрген кезде сол күйөө бала келсек кетсіз қояйық деп. Көнүп калдыңыз? Иә, көнүп қалдым. Сол. Негизи Биржан, бул жөн гана ушул интернет желесинде сөз болуп аткан
кыргыздын күйөө аласызбы же чын эле кыргызстанга кыргызга күйөө ала алайын деп атасызбы? Бүгүн бир сырдын жүзүн ачалычы, ошонун туулган күнүндө. Алла тағала маңдайына жазса, неге болмаспа? Чынында эле балким сизге Продюсер негизи чындыкты жашырып кетти. Демек алдыда жакшы жаңылыктар бар экен, кубанычтабыз. Анан Биржан, чыгармачылык кандай болуп атат? Кыргызстандагы, Казакстандагы чыгармачылыгын жөнүндө айтып берсеңиз. Чыгармачылыгыбыз Аллага шүкүр, Кудай кааласа келесі айда өзүмүздүн Айлит Аслан Камысбай продюсерлик орталыгынын алгачкы жеке концертин бермекчимиз. Осундагы кыргыз элине таанымал анчылар менен косулуп, сондай бир керемет казак-кыргыз тематикасында жакшы концерт берсек деген ниетimiz бар. Әлі толук датасы белгиленген жок. Датасы белгиленгенден кийин міндетті түрдө сиздерге тага келетін боламыз. Чыгармачылыгыбыз Аллага шүкүр, Аслан агамыз айтпакчы, bir 2-3 апта болуп калды. Турциядан келгенбизге, Стамбул каласынан осы арнайы жаңа концерттеримизге жаңа әндер, жаңа арлар, жаңа клиптер түсүрүп келдик. Сол Кудай буйртса, сол концертте баардыгынын сол кесилет. Бул концерт кыргыз менен казактын достугун бекемдеген дагы бир концерттердин бири болуп турбайбы? Анан Нарын мырза айтсаңыз, Аслан мырза менен иштешүү кандай жүрүп атат? Сизге жагып атабы? Өтө жеңил. Ойдогудай бар, сон. Жакшы. Кыргызстанга келип калдыңыз, эгер катуу урушуп аткан болсо бизге арызданыңыз. Андай эмес, баары жакшы, кубанычтабыз. Достугуңуздар түбөлүктүү болсун. Достук болуп, кыргыздын, казактын маданиятын көп жактарга көтөрүңүздөр. Ал эми бизде бир оюн бар, Баягы биргеликте жүрүп, азыр баягы кыргыздардын тилин сиздер жатка түшүнүп калган болушуңуздар керек. Нарын мырза, сиз тескерисинче казак тилин үйрөнүп калган болушуңуз керек. Анан учурдан пайдаланып биз кыскача бир оюн кылмакпыз. Анан Нарын мырза, бул сизге. Азыр бул сөздөрдү сиз окуйсуз. Сиз болсо Биржан мырза, Аслан мырза баягы ошол сөздүн казакчасын айтасыздар, Кана. Жумуртка. Жумуртка. Сиздерде жумуртка эле, Жумуртка дейт. Кээ бир жерлерде туктукум деп айтат. Бизге Сөйкө. Подарок. Сөйкө? Сөйкө. Сыйлык. Сырга. Шакек. Жаман күйөө бала болуп отурмуз го, Сахина го. Сахина. Сахина перстен дейт. Интернет. Әлеуметтик желі. Жоолук. Не? Жаулык. Жаулык. Апаларымыздын тартат. От кийим. Аяк кийим. Ак чүч. Чүч дейбиз го. Сау болма? Түшкүрүү. Сиздерде? Түшкүрүү. Уна. Уна. Машина. Сиздерде кандай? Көлүк. Индия. Чайник. Чайник. Душ. Душ деп Жомок. Душ эле. Ауыз эки тилинде сол таралып кеткен душ го. Жомок. Жумак. Жомок. Сказка. Ертегі. Рай ертегі. Ой досум. Нема? Сиыр го. Сыйыр дейт, Манжа. 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 Колдун манжаларын сиздерде эмне деп айтат? Сау. Манжа. Кол Саусак. Кандай? Бас бармак. Саусак. Саусак дейт. Жалпылап. Бас бар. Алакан. Жок. Жок, алакан бөлөк мына. Булар манжа деп коет да биздечи. Саусак бизде. Саусак. Суранам. Суранам. Ачкыч. Ачкыч. Күлүч. Кілт. Кылт. Кілт деле жөн да? Кілт. Же калитте. Коротко и ясно. Кілт берип туруп жеткезсиздер да. Тамаша. Азил. Сыр сактоо. Сырыңды сактоо. Музыка. Әуен. Авел. Жакшы. Музыка. Баары бир баягы бордош элбиз да. Көп сөздөрүбүз чынында окшош экен. Кээ бирлери албетте укпаганга кичине таппай калдыңыздар окшойт. Анан жогоруда негизи интернетте Ай жеңелер деген чыгарма кыргыз казакта бирдей бир элдин купулуна толуп атпайбы, популярдуулукка жетип атат, хит болуп атат дегендей. Ошолорду кандайча тандап калдыңыздар? Кандайча ырдап калдыңыздар ошолорду, Ай жеңелерди?
енді жаңағы кечинде тойго даярдыкпы? көп эжелерим айтады ғой, сен жаңағы бізге күйеу бала боласың, Құдай қаласа, сен жібермейміз. Сен бізге күйеу бала болмасаң, біз Тоқаевқа барамыз деп. Ошол жеңелерге арналган турбайбы? Иә. Соған соның құрметіне енді әуенінде текстіне қарасам, сөздеріне қарасам, сондай күшті сөздер бар екен. Әннің сөзін сіздерде Санжар Қошбайұлы деген кісі шығарған екен. Текстіне мән берсем, жаңағы башымдағы қалпақты жол аштыңдар, күйеу бала келді деп есік аштыңдар. И менің неме қазіргі болып отқан творчествома байланысты ән бірден сіңіп кетті. И көп адамдар жаңағы өзіміздің де музыкалық продюсерлеріміз сен қазақшасына қарағанда қырғызшасы күшті айтып беріпсің деп сөйледі. Енді сол кім құрметтейді, сыйлайды, жаңағы қолдауын білдіреді, әрине ынталанамыз, жаңағы асығамыз, сол жақсы шықсын деген сияқты ниетпен шығарманы. Жақсы, игіліктерді ғана қалайбыз. Келіңіздер, анда бүгін туған күн болатпай, қайрадан туған күн темасына қайтып келсек, негізі эле туған күн дегенде есіңіздерге, ойыңыздарға ең алғаш эмне түшөт? Торт. Дагы? Туған күн дегенде сіздерде так жазды не деп айтады? Жаз деп айта ма, жоқ? Жаз. Жайдың? Лето ма? Жай дей ма? Маған сол жай түседі. Себебі туған күнім сонау бір керемет датада орналасқанда барлық жеміс жидектер пісіп, сол бірден жай түседі есіме. Жақсы. Нарын мырза, сіздечі? Эмне есіңізге түшөт? Менікі қышта. Қыш түшөбү сіздің есіңізге? Суық, Мен бір жол есімде, 3 декабрь ошол алғашқы қар жаған. Ошол есімде, қардың келішіменен ошол есте қалды. Жақсы. Өзіңіз айтып қалдыңыз, есте қалған деп. Дағы бір қандай өзгөчө туған күн болды эле? Унутулбаган. Буга чейин айткандай тоскон эмесмин, ошон үчүн туган күн бар эле бирдей экен. Сиздерде өзгеше туган күн болуп, сиздердин телеканалды чакырабыз. Нарын туган күнүнө. Кудай буйрса, Нарын туган күнүнө чогулот экен. 3 декабрда, Аслан мырза, негизи ушул мен сурагым келип атат да, Биржан жөнүндөчү. Биржан жөнүндө кандай иштешип калдыңыз? Биржанын ушундай жылдызы жанып, бирдей кыргыз казакка жаккан өрчү болушуна ишендиңиз беле? Ишенбей эле бисмилла деп баштадыңыз беле? Кандай болду эле ушул Биржан менен таанышуңуздар? Биржанды мен көптөн бери билем. Осы әлемге келмей туруп, музыка әлеміне келмей туруп. Сонымен бір күн екеуміз келісіп, соны маған келді. Сол күннен бастап біз өте көп жұмыстар атқардық. Күн демей, түн демей. Бір Алланың қалауымен қырғыз елі өзіме де алыс емес. Сол себепті ел жақсы қабылдап, халық қабылдап, маңдайында бір жұлдыз ақырында бір жалт еткендей болды. Ең соңы. Ана бізді көріп отқан көршілер Нарынды көріп, өзгөчө сүйүнүп атса керек, Кудай буйрса кыргыз казакка бирдей жаккан өрчү болсун деп бир батасын берип атса керек аталар, апалар. Анан Нарын өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсыл жерден болосуз, канча бир туугансыз? Өзүм Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунда төрөлгөм. 1999 жылы. Эки бир тууганмын, менден улуу агам бар. Ошол карапайым үй бүлөдө Токтогул жергесинде төрөлгөм. Эмне үчүн жакшырдайт десе Токтогулдан турбайбы? Аслан мырзага айта кетели. Менин кайным ғой, содан кийин жакшырдайт. Эжекебиз Токтогулданбы? Андай билет кетсе Токтогулдан нечен деген мыкты ырчылар чыккан, эң сонун таланттар чыккан. Демек биз ойлойбуз, Нарындын дагы келечеги кең болсун, Нарында да бир өзүнүн жеке концерттер болсун, сонун клиптер тартылсын. Анда сиздерге эркин микрофон берели. Жалпы көрүүчүлөргө өзүңүздөрдүн бир Казакстандан алып келген салам дубайларды жеткириңиздер. Аслан мырза, сизден баштайлы. Ал энди урметтүү казак эли, казак элинин алдынан кыргыз эли. Біз қырғыз еліне өте сағына келеміз, құрметтейміз бір туған бауырларымызды. Қазір енді менде продюсерлік, қырғыз-қазақ продюсерлігі болып жатыр. Нарын Сүйінбеков пен Біржан бай болды. Бүгінгі мына туған күндеріңізден құттықтаймыз. Аман болыңыздар. Қырғыз елі жасасын әрқашанда. Сіздермен біргеміз, сіздерді жақсы көреміз. Біржан? Ал баршаңызға көп деп басым дейіп алғысымды айтамын, құрметті қырғыз елі. Мені қолдап, Аллаға шүкір деймін. Сан шүкір. Сіздерге тілер тілегім 4 қолдауларыңыз тең болсын. Бүгін соның жол бағдарламасының 4 жастық мерейтойы екен. Сондықтан
әрдайым бірліктеріңіз ажырамасын, тек шығармашылық табыс тілеймін. Чоң рахмат. Нарын мырза. Ошол мен колдоп жаткан жалпы кыргыз элиме, ата энеме, туугандарыма терең ыраазычылык билдирем. Бизге дем күч берип, жаш таланттарга жакшы кубаттап турсаңыздар, Кудай буйрса, биз алдыга жылабыз. Эч качан оорубаңыздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Анда эртеңки айтыңыздар марек болсун. Биздин дагы ушул программанын атынан кабыл алып коюңуздар. Атайын алыстан коңшу Казакстандан келип, бизге сонун маек куруп, көңүлүбүздү көтөрүп, куру кол келбей, кучагыңыздар толо гүл менен, белет менен келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса биздин Кыргызстаныбыздын студиябыздын эшиги ар дайым сиздер үчүн ачык. Эң сонун жаңылыктар менен күлүп, жайнап келип туруңуздар. Биз сиздерди көрүп кубаналы, сүйүнөлү, сиздер менен сыймыктана берели. Мына Аслан сонун бир долбоор башталыпсыз, Нарын деген, Нарында Кудай буйрса Биржанда эң мыкты ырчылардын катарына кошобуз деп толук ишеничтебиз. Биржанда жардам берип туруңуз Нарынга, Сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Алдыда концертиңиздерди жакшы өткөрүп алыңыз.